Салам достор, менин атым Жазайым. Биз менен англис тилин үйрөнүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Сиздер үчүн англис тилин жөнөкөй, оңой тилде түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Мурунку сабактарыбызда to be этишинин учурчактагы формасы am is анын жөнөкөй сүйлөмдө, суроолуу сүйлөмдө колдонушу жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда to be этишинин учурчактагы формасы am is анын терс формада колдонушу жөнүндө сөз кылабыз. Эгер сиз to be этишинин учурчактагы формасы am, is, аны сүйлөмдөрдө колдонгондо жакшы өздөштүргөн болсоңуз, анда сиз үчүн терс сүйлөм түзүү оп-оңой. Анткени терс сүйлөмдө to be'ден кийин not деген бөлүкчөнү гана кошуп колдонобуз. Мисалы, I am a student. I'm a student. Мен студентмин. Эгер мен студент эмесмин деп айта турган болсок, анда I am not a student. I am not a student. Мен студент эмесмин. Сүйлөмгө to be'ден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонуу менен биз сүйлөмдүн терс мааниде экендигин билдирип жатабыз. Келиңиздер анда бул таблицага көңүл буралы. Достор, биз сиздерге түшүнүктүүрөөк, ыңгайлуураак болсун деген максатта бул сүйлөмдөрдү таблицага салып койдук. Мурунку сабактарыбызда айтып өткөндөй эле, am биринчи жак чекелик санда I менен, is үчүнчү жак чекелик санда he, she, it менен, ал эми are экинчи жак чекелик санда you, биринчи, экинчи, үчүнчү жак көптүк санда we, you, they менен колдонулат. Ал эми терс сүйлөмдө биз to be'ден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонобуз. Келиңиздер анда биринчи сүйлөмдү карап көрөлү. I am not a child. I am not a child. Мен жаш бала эмесмин. I сүйлөмдүн ээси англис тилинде subject деп аталат. Демек, I subject, am to be am'ден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонуу менен биз сүйлөмдүн терс мааниде экендигин билдирип жатабыз. I am not a child. You are not a lawyer. You are not a lawyer. Сиз жактоочу эмессиз, же сиз адвокат эмессиз. You subject, are to be адан кийин биз not деген бөлүкчөнү кошуп колдондук. He is not a driver. He is not a driver. Ал айдоочу эмес. He subject, is to be is'ден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдондук. She is not here. She is not here. Ал бул жерде эмес. It is not your fault. It's not your fault. Ал сиздин күнөөңүз эмес. We are not tired. We are not tired. Биз чарчаган жокпуз. We subject, are to be адан кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдондук. We are not tired. You are not engineers. You are not engineers. Сиздер инженер эмессиздер. They are not workers. They are not workers. Алар жумушчулар эмес. Достор, мисалы мен өзүм жөнүндө айта турган болсам, I am not a student. I'm a teacher. Мен студент эмесмин, мен мугалиммин. Are you a student? Сиз студентсизби? Өзүңүз жөнүндө бул суроого пикир калтыруу бөлүмүнө жооп жаза кетиңиз. Достор, келиңиздер бул сүйлөмдөрдү терс сүйлөмдөргө айландыралы. The students are late. The students are late. Студенттер кечикти. Англис тилинде жөнөкөй сүйлөмдү терс сүйлөмдөргө айландыруу үчүн to be'ден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонобуз. Келиңиздер анда сүйлөмдөгү to be'ни табалы. The student subject сүйлөмдүн ээси, ал эми are to be, демек to be адан кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонобуз. The students are not late. The students are not late. Студенттер кечиккен жок. My brother is at home. My brother is at home. Менин агам үйдө. Сүйлөмдөгү to be'ни табабыз. To be
is, to be is'ден кейін not деген бөлік жөні қошып қолданабыз. Демек, my brother is not at home. My brother is not at home. Менің ағам үйде емес. I am thirsty. I am thirsty. Мен су сап жатам. Сөйлемдегі to be, am, to be am'ден кейін біз not деген бөлік жөні қошып қолданабыз. I am not thirsty. I am not thirsty. Азаматсыздар. Кейінгі сөйлем. The cat is in the box. The cat is in the box. Мышық коробкада. А егер мышық коробкада емес дей тұрған болсақ, анда the cat is not in the box. The cat is not in the box. Азаматсыздар. My sister is tired. My sister is tired. Менің әжем чарчады. Сөйлемдегі to be-ні табамыз. Сөйлемдегі to be is, is'ден кейін біз азаматсыздар not деген бөлік жөні қошып қолданабыз. Демек, my sister is not tired. My sister is not tired. We are on the bus. We are on the bus. Biz avtobustabız. Сөйлемдегі to be are азаматсыздар. To be адан кейін біз not деген бөлік жөні қошып қолданышымыз керек. Демек, we are not on the bus. We are not on the bus. Азаматсыздар. You are a dentist. You are a dentist. Сіз тиш докторсыз. А егер сіз тиш доктор емессіз дей тұрған болсақ, демек, азаматсыздар. You are not a dentist. You are not a dentist. You are pupils. You are pupils. Сіздер оқушыларсыздар. А егер сіздер оқушылар емессіздер дей тұрған болсақ, сөйлемдегі to be-ні табамыз. Сөйлемдегі to be are, to be адан кейін not деген бөлік жөні қошып қолданабыз. You are not pupils. You are not pupils. Азаматсыздар. Достар, to be етішінің ұшырчақтағы формасы am is a терс формада төмендегіше қысқартылады. I am not. I apostrophe am not. I'm not. I'm not. You are not. You apostrophe are not. You are not. J you aren't. Өкөтен бірдей еле мағынеге қайсы бірі сізге ыңғайлы болса қолдана берсеңіз болады. He is not. He apostrophe s not. He is not. He is not. J he isn't. She is not. She is not. She is not. J she isn't. It is not. It is not. It's not. J it isn't. We are not. We are not. We are not. J we aren't. You are not. You are not. J you aren't. They are not. They are not. J they aren't. Достар, бүгінгі сабағымыз аяғына келіп жетті. Сіздерге тапшырма қатары сұрауларды жазып қалдырғанбыз. Сіз терс формада жооп жазып қалдырыңыз. Бүгінгі сабағымыз аяғына келіп жетті. Кейінгі сабақтан көрішкөнчө.